Сәлеметсіздер, құрметті студенттер, сіздің назарларыңызға саясаттану және әлеуметтану пәні бойынша 16 тақырып ұсынылады. Осы тақырыптың атауы саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Бүгін қарастыратын сұрақтарымыз 3 сұрақ бар. Бірінші сұрақ бұл саясаттанудың зерттеу объектісі және пәні. Екінші сұрақ саясаттанудың қалыптасуы мен дамуы. Үшінші сұрақ саясаттанудың құрылымы және атқаратын қызметтері. Енді бірінші сұрақ бізде саясаттанудың зерттеу объектісі мен пәні. Саясаттану саясат туралы, саясаттың адам және қоғам арасындағы қарым-қатынастары туралы жинақталған ғылым. Саясаттанудың зерттеу объектісі қоғамның саяси жүйесі болып табылады. Саясаттанудың пәні қоғамның саяси саласының қалыптасу және даму заңдылықтары, саяси биліктің жұмыс істеу механизмдері. Екінші сұрақ. Саясаттанудың қалыптасу мен дамуы. Саяси ғылымның тарихи дәуірлердегі қалыптасуын бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезең ол ежелгі дәуірдегі саяси ойлар. Екінші сұрақ. Екінші орта ғасырлардағы саяси ойлар. Үшінші қайта өрлеу және жаңа дәуірдегі саяси ілім. Төртінші заманауи саяси ғылымның даму. Ежелгі дәуірдегі саяси ойлар. Ежелгі кезеңнің саяси ойлары мемлекеттік құрылымның оңтайлы жолын қарастырумен байланысты болады. Антикалық ғылымда саясаттың, этиканың және философияның қатаң жіктелуі болған жоқ, сол себептен бұл салалар біртұтас қарастырылды. Ежелгі кезеңдегі негізгі саяси ойшылдар Платон, Аристотель, Цицерон, Конфуций және тағы басқалар. Грек ойшылы Аристотель саяси ғылымның негізін салушылардың бірі, ол былай деп айтқан: егер сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады. Орта ғасырлардағы саяси ойлар. Бұл кезеңде батыстық саяси ілім теологиялық догмаларды насихаттаумен айналысып, зерттеу ауқымы шектелді. Шығыс ойшылдары гуманистік ой-пікірлер ұсынумен ерекшеленді. Бұл кезеңдегі негізгі саяси ойшылдар Фома Аквинский, Аврелий Августин, Ибн Халдун, Әл-Фараби және тағы басқалар. Қайта өрлеу және жаңа замандағы саяси ойлар. Бұл кезең қоғамдық құрылымды реалистік тұрғыда қарастыруға көшумен және саяси теориядағы гуманистік көзқарастардың дамуымен ерекшеленеді. Бұл кезеңдегі негізгі саяси ойшылдар Николо Макиавелли, Томас Мор, Томас Гоббс, Джон Лок, Шарль-Луи Монтескье, Жан-Жак Руссо, Алексис де Токвиль. Заманауи саяси ғылымның дамуы. 20 ғасырда саясаттанушылар жүйелік, салыстырмалық және құрылымдық функционалдық талдауға сүйенеді. Неғұрлым жиі қарастырылатын келесі мәселелер: қос нүкте: саясат жүйе ретінде, саяси қатысу, саяси әлеуметтену, саяси модернизация және тағы басқа. Әртүрлі саяси жүйелерді салыстырмалы талдау және теориялық талдау кең ауқымға ие болып, осындай зерттеулер аясында саясаттың антропологиялық, элитологиялық, психологиялық өлшемдері ерекше маңызға ие болды. 1949 жылы саяси ғылымдар ассоциациясы құрылып, саясаттану және қарқынмен дами бастады. Қазіргі саяси ғылымда әртүрлі саяси теориялар пайда болды. Оның ішінде элита теориясы, оның негізін салушылар Гаэтано Моска мен Вильфредо Парето. Сосын мемлекеттік әлеуметтік теориясы, оның негізін салған Макс Вебер, неміс әлеуметтанушысы. Сосын ары қарай биліктің олигархиялануы теориясы Роберт Михельс, мүдделі топтар теориясы Артур Бентли, биліктің психологиялық теориясы Ласуэлл, жүйелік бағыт Талкот Парсонс, Дэвид Истон, Габриэль Алмонд, саяси режим теориясы Литц, Самуэль Хантингтон, Ханна Аренд, Карл Поппер, демократия теориялары Макферсон, Шумпетер, Даль. Ұлттық мүдде теориясы Моргентау, постиндустриалды қоғам концепциясы Арон, Бжезинский, ақпараттық қоғам концепциясы Олвин Тофлер. Саясаттанудың құрылымы және атқаратын қызметтері. Саясаттанудың құрылымына келетін болсақ, ол бірнеше бөліктерден тұрады. Мысалы,
оның ішінде саяси философия, сондай пәндер, арнайы пәндер. Саяси философия, саяси әлеуметтану, саяси ойлар тарихы, саяси антропология, саяси география. Оған қоса халықаралық қатынастар теориясы, саяси антропология, саяси психология. Саясаттанудың атқаратын қызметтері. Бірінші қызмет ол сипаттаушы қызмет, саяси өмірді шынайы бейнелеуге бағытталады. Немесе сипаттама береді. Сосын екінші түсіндіруші қызмет. Ұлттық және халықаралық деңгейдегі алуан түрлі саяси үрдістердің мәнін түсінуге көмектеседі. Үшінші инструменталдық қызмет. Белгілі бір мақсаттарға немесе тиісті саяси мінез-құлыққа қол жеткізуге қажет саяси шешімдерді мүмкін болатын нұсқаларын зерттеуді қамтиды. Төртінші қызмет ол болжамдық қызмет. Саяси құбылыстардың дамуын, оның негізгі мақсатын және нәтижелерін болжау. Қазіргі таңда ол өте актуалды қызмет, өйткені мысалы қандай да мемлекет болмасын, ол өзіне жоспар ретінде болжам жасайды. Мысалы біздің Қазақстанда алатын болсақ, 2030 бағдарлама, сосын кейін қазіргі таңдағы 2050 бағдарлама, онсыз болмайды. Біз осы тақырыпта қорытындылай келетін болсақ, саясаттанудың сондай объектісі мен пәнін, қалыптасу мен дамуын, құрылымы мен атқаратын қызметтерін қарастырдық.